Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін керемет кешкі астың рецептісімен бөліскім келіп отыр сіздермен. Өте жылдам дайын болады және дәмді. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, осы тағамды менімен бірге жасап көріңіз. Видео ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Өте керемет дәмді тағам. Бұл тағам духовкада пісетін тағам. Мен үйдегі азық-түлікпен соларды қосып содан пісіре салдым. Мендегі мынау үш май, сиырдың үш майын противинге салып, оның үстіне макаронды саламын. Осылай бәрін кезек және мендегі тауықтың жүрегін саламын. Тауықтың жүрегі болмаса, басқа да жаңағы асқазанда міндетті түрде тауықтың еті болу керек, өйткені бұл тағам жылдам пісетін тағам. Сосын көкөністерімді салам, жаңағы сәбіз, пияз. Қыздар, үйлеріңізде қандай көкөніс бар, сол бар көкөніспен осы тағамды жасай беруге болады. Және мына капустамды салам, цветная капуста, брокколи. Менде бұл капусталар үнемі болады үйде. Сосын ең соңында мына чесногымды салып, противинді сәл жылжытып қоямын да, енді үстіне құятын начинкасын дайындаймын. Ол үшін 3 жұмыртқа, 300 грамм сүт, екеуін жақсылап араластырам. 1,5 қасық тұз, 1 қасық бұрыш, 1 қасық паприка, 1 қасық менде магия на косточке деген приправа бар ғой, қыздар. Мен соны қостым. Негізі өздеріңіздің жақсы көретін приправаларыңызды қоссаңыз болады. Енді осы дайындап алғанымды жаңағы противинге құйып, духовкада 200 градуста 30 минут пісіріп аламын. Сосын 200 грамм сырды үккіштің ірі жағынан өткізіп дайындап аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз, жарай ма? Мінекей өткізіп дайындап аламын да, жаңағы менің тағамым духовкада 30 минут пісіп шықты. Енді бетіне жаңағы өткіштен өткізіп алған сырды осылай севелеп саламын да, духовкаға 5-10 минутқа тағы салып қоямын. Мінекей, менің тамағым дайын болды, өте керемет дәмді. Осылай менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелгеніңіз үшін көп рахмет. Менің каналымда күнделікті жаңа рецепттер шығатын болады. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менімен бірге осы тағамдарды жасап көріңіз. Асыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз.